Манас, малсың ба, састы ғой. Иіс шықпайды ма екен? Ашшы терезе. родной, қазір қыздар кетіп қалды. Малдан ба шеш? Малсың ба, родной, ят қой. Қай балдар? Тықпанан, ал. Бар мусорға таста. Машинадан шашып кетпейін десе, отырып ал. Аям. Аузыма тыға салмадың ба? Түсіріп отырың да. Родной, шекпеш мен аны. Брат, мынау электронка ондай емес. Электронка сасиды ғой мынаңшы, байтя көтімді айырады ол көрсе. Родной, неге аштың енді? Ысып кетті, брат. Қазір ғана жудық қой, қарашы енді ала бұл. Брат, AUX бар ма? Жоқ, AUX жоқ. Келмей ма? Bluetooth ше? Bluetooth дискі ғой, дискі. Машина, онша емес қой. Онша емес. Шықпасай. Жасыл жанбай кетті ғой. Брат, анау поворотқа дейін айдайшы мен. Родной, сен правоң жоқ қой, тыныш өтсен. Уайымдағандар, мен таныс ағам бар. Сенің эстуда істейтін роднойың. Бір машина жөндететін бір орыс аға бар ма? Орыс ағалар. Не ол орыс? Қазақтың балалары тұр ғой жөндейміз қайтса. Қандай машина? Мерседес қой. Акцент па? Братан, акцент десің. Біліп тұрмын, қазын атын Паджераға. Ана, болмайды машина. Неге? Ұрып қаласың, қанша қалдың? 9 миллион. 9 миллион? 2 миллионға да алмайды ғой машина. Моторында колодки жабыспаған. Братан, свеча ғой вообще. Свеча дейтін жанаман ол? Жоқ. Значит, жабыспаған, білесің ба? Ұрып қаласың, сұрамайсың ба? Братан, саған желін үрлеп пешсің, неғып моторды ашып тұрасың? Просто отверка түсіп кетті де, мен моторды ашып тұрсам да байқамайын. Жинай аласың мен? Жоқ, ютубтан қарап жинаймын ғой жобалап. Машина 100-ден асырам ғой, дірілдейді кәм. Дірілдей ма машина? 100-ден асыл діріл. Бір қалың көрпе алып қоясың ғой. Дірілдеген кезде жаурайды ғой да, адам тұсап қарау керек қой. Дірілдейді ғой. Көрпе жауып қойсын, бір қалыпта өзі кете береді. Сен бетсе 1-2 жылдан кейін келесің ғой, машинаны қалдырып кет. Неге? Анан жөндеймін деп құртып алдым, сен 1-2 жыл ақша жинап алайын новый машина. Брат, келерді отырып келдің ғой, мен отырамын енді, брат. Очередпен отырайық та қайтамын. Мен түрмеге отырып келдім ғой. Білесің ба, мынау темекке қарады 10 есе зиян ғой. Ой, зиян емес, брат. Зиян деймін. Ой, брат, ақыл. Ютубқа жазса, зиян бар деп. Ой, брат, қойш, ақыл үйретпей қойш. Өзімде минустарым дофига ғой сен. Не істеймін мен? Ой, диванда жатасың ғой, аяғын көтеріп қойып. Дұрыс қой, түнде ұйықтайсың ғой, қоғам. Такси шақырдың ба? Брат, мен келерде шақырдым ғой, сен шақырсай. Еще мен төлеп келдім келер кезде. Шақырсай. Достым, магазинге кіріп шықшы бар. Өзің кірші бар. Ой, брат, всегда мен кірем ғой, очередпен кірсей. Қарзым бар, просто кіріп. Че, брат, кірі бар, мен кіре берем ғой всегда. Ада кет, мен кіріп сайын егер. Жоқ, брат, мен кіріп шығам бірінші. Кірем де шығам, кірдің өткенде жөнді. Ой, брат, сен ондан кейін сен кіріп шықтың ғой бірінші. 10 сағат отырасың ғой қазір, кірем де шығам деп. Брат, сен әйелің бар ғой шеті. Айтам әйелің. Кіріш бар. Біздің цель қара көйлектегі сары жігіт. Қалай естіліп тұр, қабылданды ма? Қабылданды, командир, қабылданды. Бүркіт тапсырманы орында. Қазір мен обед ішіп алайын, сосын кірсем. Бауырдақ, өміріңізді ұзартады. Аға, кешіріңіз. Аға, сізге бір сұрағым бар, журналист едім. Мынау еліміздегі қымбаттап жатқан азық-түлікке қандай түсініктеме беретін едіңіз? Қымбаттаса қымбаттайды, ачо, бәрі қымбаттап жатыр, ачо. Азық-түлік қымбаттағаны халыққа қиын болып жатыр, аға. Оның үстіне жағдай жетпей жатыр азық-түлік алуға. Оған не түсініктеме бересіз? Енді қымбат болса, алмай-ақ қойсын, чо. Мен при чем тут я? Аға, тағы да бір сұрақ. Кешке үйде ас ішіп отқан кезде әйеліңіз, жаным, азық-түлік қымбаттап кетті деп айтпай ма сізге? Біз үйден ас ішпейміз біз. Бізде ондай жағдай жасалмаған. Қалайша сіздер сонда үйден ас ішпейсіздер ма? Ну, как тебе сказать, мен мысалы азанғы асты Англияда ішем. Түскі асты Турцияда ішем. Кешкі асты Кентуккиде ішем. Солай ғой енді, үйде тамақ іше алмаймыз біз. Кешір. Сонда сіздер елге келмейсіздер ма? Келеміз ғой, келдік қой елге. Не дейсіңдер? Келдік міне. Туалетке ішіміз ауырып кетсін деп. Аға, тағы да бір сұрақ.